Теңдеуді шеш дейді. Теңдеуді шешіңіз дейді. Сонымен бізде мына есепті шығаратын болсақ, бұл кәдімгі пропорциямен шығады. 2 модуль x қосу 7. 2-ні мен шығарып жібердім. Назар аударайық. 1,2-ні 7-ге көбейтем. 8,4 болады. Азайту 1,2-ні 3-ге көбейтем. 3,6 модуль x болады. Мен 3,6 модуль x мына жаққа қосылады да, 2 мен 3,6 қосылады. 5,6 модуль x. Қосу 7 мұнда азайту болады. 8,4-тен 7-ні азайтсам 1,4 болады. Модуль x тең 1,4 бөлу 5,6. Ол қысқарады. Мынау 1, мынау 4, 4-тен 1. Ол бізде 0,125 болады. Оқушы сол жауапты белгілеген, бірақ модуль түр емес па? Оның ішіне плюс минус 0,125 екі түрлі мәнді қоюға болады. Осы плюс минусты ұмытпау керекпіз. Міне де жауап дұрыс болады. Есеп осылай шығады.